сұрақ. Елубай атаның көп немересі бар. Ол немерелеріне кәмпит бергісі келді. Егер ол барлығына 5 кәмпиттен берсе, өзінде 4 кәмпит қалады. Ал егер барлығына 6 кәмпиттен бергісі келсе, 12 кәмпит жетпейді. Егер барлық кәмпиттің санын x деп алсақ, сонда төмендегі теңдіктердің қайсысы есептің шартына сәйкес келеді. Мына жақта жауаптарымызда 4 теңдеу берілген. Әрбір теңдеуді шығару ол өте ұзақ уақыт алады. Сол үшін өзіміз теңдеуді құрастырайық. Барлық кәмпиттің саны x болса, мына жақта 5 кәмпиттен бергісі келсе, басында 4 кәмпит қалады деген. Осы x ол барлығы дегенде 4-ті азайтамыз. Өйткені ол керек емес бізге. Балаларға оны таратпаймыз. Кейін x азайту 4, әрбіреуіне 5-5-тен береміз. Сол үшін 5-ке бөлу керекпіз. Басқа жағымызда немелердің санын тапқанда x барлығы. Мына жақта 12 кәмпит жетпейді. Оған тағы қосу керекпіз. 12-ні қосамыз x-ке. Және оны 6-6-дан бөлеміз немелерге. 6 астымызда, ол екі жағымызда да немелерінің саны шықты. Мына жақта осыған ұқсас D жауабы. Ол дұрыс дейік. Бірақ енді мынау теңдеуімізді қарайық. Дұрыс па, дұрыс емес па? Шығаруға тырысайық оны. Мынау теңдеу бізде пропорцияның негізгі қасиеті арқылы шығарылады. Екі ортаңғы мүшені көбейтеміз бір-біріне, шеткі мүшені бір-біріне көбейтеміз. 5 көбейтілген x қосылған 12 тең 6 көбейтілген x азайтылған 4. Енді 5-ті жақшаның ішіндегі әрбір санға көбейтеміз. 6-нын дәл солай x-ке және -4-ке көбейтеміз. Мына жақта шығады 5x қосылған 60 тең басқа жағымызда 6x азайтылған 24. X-терімізді бір жаққа, сандарымызды екінші жаққа жинаймыз. Мына жақта бізде 5x азайтылған 6x. Таңбасы өзгеріледі. Мына жаққа ауысқанда. Екінші жағына -24, -24, -60 келеді мына жаққа. Осы жерде -x, өткені кіші саннан үлкен санды азайтқанда теріс сан шығады. -x. Тең, мына жақта -84. Екі сан бірдей тамамен болғанда, олар қосылады және ортақтан басалынады. Сонда егер -x тең болса -84-ке, x-тің мәні тең болады 84-ке. Енді x 84 болса, ол не дегеніміз? X мына жақта ол барлық кәмпиттің саны болды. Енді барлық кәмпиттің саны 84 болса, тексерейік. Басында ол 5-5-тен бергенде 4 кәмпит қалды. 84-тен азайтамыз 4-ті және қалған кәмпитті бөлеміз 5-5-тен. 80 бөлі 5 шығады 16 немересі бар. Кейін 84 жақта қосылған 12 болды. Өйткені 12 кәмпит жетпеген, 12-ні қоссақ жетеді. Және әрбіреуіне 6-6-дан берді. Бөлеміз 6-ға. 96 бөлі 6 шығады 16 немересі бар. Сол жағымызда, 10 жағымызда да бірдей немерелердің саны шықты. Сонда Ж, Д жауабы ол дұрыс жауап.